Күн бұлтты. Бағанадан бері жауын жауып, енді басылды. Мұнан жағы сәл ашылып келеді. Майамида осы кезде сезон ураган деп айтады, яғни жаңбырлы кезі. Бұл 6 айдан бастап 9-10 айға дейін созылатын осылай жаңбырлы кезеңі. Мен бір керемет жерге келіп тоқтап тұрмын. Бұл жер Америкадағы строительный материал, яғни құрылыс заттарын сататын ең үлкен магазин. Бұның ішінен құрылысқа байланысты кез келгенін, абсолютно кез келген затты табуға болады. Бұл магазин алғаш 1978 жылы, яғни 45 жыл бұрын ашылған екен. Америкада бұл магазиннің 2322 магазины бар, бүкіл штатта, және де 490 мың жұмыскері бар. Америкадағы үздік 100 компанияға кіретін Американың құрылыс заттарының нөмір бірінші магазины Home Depot. Кеттік, қазір ішін көреміз, бірге тамашалаймыз. Бүкіл магазины осылай, іші сыртымен бірге болады. Так, ішіне обзор жасайық бірінші. Бұл жағында заттарды артып алуға, яғни онлайн заказ бересің, немесе өзің кеп трагымен артып алуға болады, немесе өздері үйіңізге дейін жеткізіп береді. Осы жағында сол дайындалады. Ал бұл сол жағыңызда сіздің үйіңіздің сыртына арналған заттар, яғни бақшаңызда гүлмен, жаябақпен, гүлдің мыңдаған түрімен үйіңіздің сыртын, қашаңыздың ішін жайнатып қоюға болады. Мұнда барбекюлар, барбекю дегеніміз, барбекюді қазақша қалай айтатын есімде жоқ. Барбекю деп айта берейікші, барбекюларында. Яғни мангал. Бұл мангал $249 тұрады екен. Гүлдің ұрықтары, кадет, яғни сіздің бақшаңызға арналған, голфқа арналған машиналар. Мұнда гүлдеріңіз басталады. Бұл жауып кеткен сияқты. Бағанадан бері бізде күн қатты жаңбырлы тұр ғой, соған байланысты жауып болған сияқты бұлар. Қазір ішін көреміз. Бұл сыртындағы сіздің, яғни мұнда бұл шөптердің түрі енді өте көп. Так, бұлар жауып қойды да. Өйткені жаңбырда сыртқа шығармай. Сыртында осы қазір ана іш жағынан кіреміз онда. Бұл магазиннің жылдық табысы 2023 жылы $151 биллион дейді. Ол дегенің енді өте керемет көрсеткіш. Қазір ішіне осылай кірейік. Бұл кустомер сервис. Егер кез келген затыңыз ұнамай қалса, өзіңіздің чегіңізбен айтып, қайтарып бересіз, ақшаңызды 100% бұларда қайтарып береді. Кірдік осылай. Осындай үлкен қатармен тұрады. Мұнда көбелерінде жазылған paint, power tools, әртүрлі. Мұнда электрик. Қазір осыдан бастайды, мұнда электрик дейді. Бұл сіздің электрический, яғни үйіңіздің кабелін электрикалық сымды тарту үшін арналған жабдықтар. Мынау розеткаларды стена қабырғаға осылай байлап қойғанға арналған. Осылай салмында 3-4 деумен осылай бекітіп. Мұнда кабельдеріңіз, розеткалардың. Мұнда кабельдер, электрикалық кабель яғни. Сізге қанша метр керек, осыдан метрлеп өзіңіз аласыз. Бұл жақта инч деп жүреді. Инчпен аласыз осылай. Алып, мұнда қиып аласыздағыны жүре бересіз. Бағасында мұнда мыстың түрін қараңыз. Мынау жақсы мыс екен. Және де бұлар түріне байланысты бөлінеді. Мұнда бір кабель, екі кабель деп соғанда байланысты бөліне беріп. Бұнда бұл өйткені бұл күнді ұзақ күттік. Ерекше көшу, ерекше адамдар. Себебі бүгін
өзіміз көшіріп жатырмыз. Мен өз үйімді көшіріп жатырмын. Мұнда U-Haul трак әкелдім. Бұнымен one way, яғни бір жағына ғана баратын трак. Біз көшіп жатырмыз Майамиден 4 сағат жүретін жерде алысқа. Сол себепті мынандай тракты жалға алған кезде қайтарып келмей-ақ сол жақтағы орнына қалдыруға болады. Мен қазір сондай тракты алдым мұнда. Біздің заттарымыз ондай қатты көп емес. Өз үйіңді емін-еркін көшіре аламыз. Сонымен буып түйіп дайындалып көшуді бастадық. Өз үйіңді көшірген деген рахат. Барлығын білесің, не бар, не кетеді. Және де заттар қатты ауыр да емес, көп емес. Осындай өзімнің трактымен. Негізі мен өзім жұмыс істейтін компанияның трагын қолдануым керек еді, бірақ оны мен Лос-Анджелесқа қалдырып кеттім ғой, үлкен трак болғандықтан. Сонан кейін өзім Майамиға ұшақпен келгендіктен амал жоқ, тракты жалға алдым. Әйтпесе өзім жұмыс істейтін компанияның трагын қолдануым керек еді. Здравствуйте. Я говорю, что это девочка моя Николькой. Так, бұл заттың қазақшасын мен білмейді екен. Кім біледі? Комментарийға жазыңыздар. Ал мына жағыңызда розеткаларға арналған заттар. Осының барлығы тек электрикалық заттар. Мұнда лампаларыңыз, LED лампа, осылай розетканың түрлері, электрикалық кабель, осылай беттік электрикті. Мына жағында лампочкаларды береді. Жылдамырақ жүріп көрсетейін сіздерге отында. Лампалардың түрлерінде. Қараңыздар, қандай қанша түрмен қалай жабдықтарыңыз келеді, үйіңізге қандай лампа қойғыңыз келеді, пожалуйста. Америкада көбінде орналасады осындай. Бұл лампа болады, еще мына станция айналған кезде бір жағынан кондиционер болады. Үйдің температурасын қалыптыдан 3 градусқа дейін төменге сақтап тұрады, бұның станция айналған кезде. Біздікіне қатты ұқсайды екен. Мына лампа. Біздің үйде тұрған, қазіргі үйде тұрған лампаға. Бұл аважерларыңыз үйге арналған мұнда. Так, мысалы, мынаның бағасы $100 екен, мына біреудің тұрғы. $100. Мынау 3 лампа $80 болады екен. Қараңыздар, мынау $52. Мына жағында жақсылары бар екен, мұнда $249 болып тұр екен, қазір скидкамен. 300 дейді. Мынаның дизайны ерекше екен. Бұның бағасы $249 болып тұр екен. Лампочкалары осылай. Менің көмекшілерім. Осындай 3 көмекшіміз бар. Көшеде. Америкада бұларды өте көп қолданады. Бұл $1000, $1100 болып тұрады екен. Бұған бензин құясыздағыны осылай. Қашаңыздың шөбін қиясыз ғой. Өте. Егер сіз қашаңыздың шөбін дұрыстап өсірмей күтіп ұстамасаңыз, сізге сол коммунитиден штраф салады. Немесе коммунитиге ақшасын төлейсіз, ол коммунити барлығын өзі істейді. Бұлар енді сіздің қашаңызда қандай бір жәндіктердің болмауына көмегін тигізетін сұйықтықтар. Brush киллерында қараңыздар. Құрт құмырсқа, шаяндарды өлтіретін сұйықтықтар. Сіз қашаңызды көгалдандырған кезде осыны бірінші сеуіп барып қойсаңыз, мынандай құрт құмырсқалар сіздің салған шөптеріңізді жемейді, және де қашаңыз ұзақ уақытқа күшті әдемі көрікті күймен сақталып тұрады. 15 минуттан кейін уже барлығы өледі. Бұлар
Флоридадан жәндіктер өте көп болғандықтан, тек қана Флоридада емес, бүкіл жерде, яғни осындай жәндіктер көп болғандықтан мынадай сұйықтықтар қолданады. Инсект киллер, мына жәндіктер құмырсқа, таракан, шаян, соларды өлтіруге арналған. Үйдің сыртында қолданады. Мұнда жаңа сыртында жабық болды ғой. Мұнда қазір сыртқа шықты. Мұнда саябақ. Қашаңызға осындай саябақ жасағыңыз келді мұнда. Мынау орхидея. Мен гүлдердің барлығын жақсы білмеймін, бірнеше түрін ғана білемін, шынын айтайын. Сол білетіндерің кезек болса, атын айтам, білмейтіндерін атын оқимыз. Так, бұл гүлдерінің секциясы екен, қараңыздар. Да, орхидея мұнда. Гүлдер өзінің мезгіліне байланысты бұлар мезгілдік гүлдерді шығарып отырады. Және де өздерінің арнайы гүл өсіретін жерлері бар. Соған жылдың 12 айында кез келген гүліңізді осы жерден тауып алуға болады. Бұл шөп, бұл мынаны қараңыздар. Бұл не? Бұның бағасы 12-де 48 доллар болады. Кактус. Мында бұл алоэ. Алоэны қараңыздар. Алоэның бағасы жазылмапты. Алты сағаттан артық күнге ұстау керек дейді. Алоэ. Мұнда кактус. Кактус тұнататын да адам бар шығар. Мұнда кактус сізге. Бұл жағында шөптер мұнда. Бұл тағы да гүлдер екен. Және де бұл гүлдер өздерінің ерекшелігіне байланысты тағы да бөліп қойған бұлар. Яғни өте ерекше күтімді қажет ететін гүлдер, және де даланың арам шөптері деген сияқты соның әр түрлерін жеке-жеке бөліп қойған секциясын. Бұл гүліңізді суарған кезде қосатын қоспай кет. Қараңыздаршы. Яғни сол кезде ана тамырына қандай бір басқа жеріне зақым келмей, желінген, құрт жекпеткен, бүлінген жер болса, оны емдейтін сұйықтық болып отыр ғой. Пермалис деген гүл екен бұл. Осындай. Қашаңыздың ішін кез келген уақытта керемет қып ұстауға мүмкіндік болады. Қараңыздар, мынау арам шөптер екен. Мына жақта даланың гүлдері annuals. Мұнда қырмыз бар. Және де бұл гүлдерді алатын болсаңыз, егер көп мөлшерде алатын болсаңыз, бұлар сізге үйіңізге тегін жеткізіп береді, немесе жақсы жеңілдіктер беріп отырады. Осымен забордың ішін реттеп болдық. Жақсы гүлді таңдадық, гүлдерді орналастырдық. Енді үйдің ішіне кіреміз. Кеттік. Мұнда үйдің сыртына балкон, патио деп айтады, осы жақта патиоға арналған мебель жабдықтарыңыз, орындықтарыңыз. Жаңбыр жауса да бұлар бүлінбейді, өңіп кетпейді. Далада тұра береді. Жақсы қалпында. Және де бір ерекшелігі, бұл магазин 45 жыл бойы Америкадағы өзінің бірінші дәрежесін сақтап келе жатқан тағы бір ерекшелігі, ол жұмыскерлерінің сізге деген қызметі. Өте орысша сөйлеп кетіп тұрады. Бұл қызметкерлері сізге өте жақсы жоғары дәрежеде қызмет көрсетеді. Қандай бір зат таба алмасаңыз, қандай бір зат білмесеңіз, олар сізге түсіндіріп айтып береді. Егер жақсылап түсінбесеңіз, өздері ертіп келіп, көрсетіп, тексеріп, тауып береді. Тіпті егер ол зат сатылымда дайын болмай қалса, сізге онлайн заказ жасап береді. Вот, болды, үйді тапсырдық. Кетіп барамыз енді. Кілтті тапсырып, сонымен жаңа отанға, жаңа жерге, жаңа үйге көшеміз.
Иә, Айлина. Ya bunu babamның үйі болады. Мұны басқа бір адамдардың үйі болады. Ya, Осы үйден жамандық көргеніміз жоқ. Аллаға шүкір. Өсіп, өніп, өркейдік. Алғаш келгенде орналасып, Американың не екенін біліп, үйрендік. Айлин, тұра ғой. Не екенін біліп, үйреніп, біраз сабақтар болды. Осы сабақтың барлығы осы үйдің арқасында. Осы үйге өкпе ренішіміз жоқ. Жақсы, берекетті, жақсы үй болды. Енді уақыты келіп өзгертіп жатырмыз. Okay. Thank you very much. Have a good one. Bye bye. біз мәсіне пойдем. Да, енді Алла қаласа Көстеміз. жаңа жерге барамыз. Зайға көстеміз. Аллаға шүкір дейміз. Осындай жақсы жерден одан әрі жақсы жерге көшіп жатырмыз. Бұл жерде жақсы естеліктер көп болды. Естелікке толы. Да, жаным. Жақсы үй болды. Қазір мен мұна тракторға апарып келем. Бірінші 4 сағат жүріп, ұшақпен ұшып келем, обратно Алла қаласа. Ал бұл менің балдармен айым қонақ үйде болады. Содан мен кешке келіп, ертең бірге машинамен жолға шығамыз. Бүгін мен мұнан тракторды апарып келем. Бұл плита. Плитаның түріне келдік мұнда. Бұндай плиталар қою өте қиын. Бұндай ұсақ бұлар шіл болады. Мен осы бір плитаны қойғам кезінде, осындай плитаны мен қойғам. Тура осыны мен қойдым ғой. Бір үйдің ваннасына қойғам кезінде. Бұлар қиын болады. Шіл болғандықтан жарылып кете береді қайта-қайта. Плитаның түрі енді. Кез келген сіздің өзіңіздің ойыңыздан дизайн, жақсы дизайнер болсаңыз, кез келген дизайн шығаруға болады мұнда. Мынау плита, яғни флоринг дейді ғой. Еденге арналған заттар. Яғни еден плитаны қоятын кезде сіз астына раствор беруіңіз керек қой. Сол растворлар мұнда дайын. Осын аласыздағыны сумен ертіп, кейін араластырып плитаңызды қоя бересіз. Және де мұнда қараңыздар. Әр нәрсені ойластырып болған ғой. Бұл не? Кім біледі? Бұл не деп ойлайсыздар? Кім біледі бұны? Бұл тізе қап. Қазір сіздерге көрсетем. Бұл мынау ашылмапты. Керек, мұнда біреу ашылған бар екен. Мынандай тізе қаптар. Бұл плита жасаған кезде адамдар көбінесе тізерлеп отырады. Жерде көп отырады. Тізесі ауырмау үшін, денсаулығына зақым келмеу үшін, ұзақ уақыт жұмыс істеуге қабілетті болу үшін осыны осылай тізе қапты қараңыздар. Мында тізе қап көрініп тұр ма? Отырған кезде осылай. Мында тізеңіз ауырмайды, өте ыңғайлы, қолайлы. Қалай ойластырған, е? Кез келген осылай әр затты ойластырып болған ғой. Және де әр зат өз-өзінің секциясында. Олар плитаны кесуге арналған заттар. Плиталарды размеріне байланысты кесесіз ғой салғанда сол. Бұлар плита арасына қоятын плитаны ұстап тұратын заттар. Бүгін сентябрьдің 7-сі 929 квартира. Біз көшіп жатырмыз. Көшетін кезде квартираны қалай алдың, солай тапсыру керек, немесе одан жақсырып тапсыру керек. Одан төмен тапсырсаң, депозитті бермейді. Үй алған кезде сіз 3 төлемді бірден төлейсіз, ең біріншіде. Ол бірінші айдыққа, соңғы айдыққа және депозит деп 3 төлем. Ол төлемдер бірінші айдың жалдап алатын ақысына тура сәйкес келеді. Сол себепті біз депозитімізді қайтарып алу үшін мұнаның барлығы жаңа бүкіл үйді краскаладық. Осы 2 рет краскалап бітірдік үйді барлығында. Холодильниктің іші тап-таза істеп тұр.
Мына полкаларының іші тап-таза. Даже біз алғаннан да жағдайы жақсы. Ешқандай мына плитасының мына көзін, темірлерін барлығын жаңа қойдық. Мында полкалар істеп тұр. Жаңа. Енді мында жататын үйге келсек, есіктері жаңа. Барлығын боядық, қабырғаны, есікті. Вот, осылай. Енді күтіп отырмыз, қазір көшеміз, шығамыз уже. Қазір кеп тексереді. Сонан кейін олар тексеріп, бізге қай жерін жөндеу керек екенін айтса, жөндеймін. Айтпесе, негізі болды, жөндейтін жері жоқ. Депозитімізді беру керек. Опа! Вот мұнда менің көмекшілерім. Айлин! Әлжене, әшіне, қолысыма мұнда. Бұлар көмектесіп, бұлардың арқасында жылдан біттік. Плита кесетін аппараттар мұнда. Пожалуйста. Кез келген мұнда. Мұнда үлкен плита кесетін электрикалық аппарат. Бұның бағасы $596 тұрады екен. 8 инчінің плитасын кесе алады. Үлкен плиталарды да емін-еркін кеседі деген сөз ғой. Плита бітті. Вот мұнда енді винелі. Асты осындай. Су өтпеуіне арналған. Үйдің ішіне арналған плита кір жуғыш машиналар. Мына плитаны қараңыз. Осылай тамақ істеуге арналған, бұның бағасы $798 екен. Негізі $1049 болып тұрған екен, қазір 24% жеңілдікпен $251 жеңілдік болып, бағасы $798. Ну, микроволновка, қараңыздар. Плита. Мына холодильниктер енді өте мұздатқыштармен. Көлемі де үлкен, қараңыздар мұнаны. Мұнаға ет салғаны тек біреу ғана екен. Кейбіреуінде екеу болады. Жоқ, екеу дұрыс. Мына үстіндегісі басқаша болады екен. Негізі екеу болады, көбінде екеу болады. Бұл холодильник енді үлкен отбасыларға өте ыңғайлы холодильник басында. Бұның бағасы $1698 болып тұр. Жеңілдікпен. Жуғыштар. Жуғыш, кептіргіш. Бұл қандай фирма? Америка. Өз пол дейді. Бұның бағасы $648 болып тұр. Ең арзан кір жуғыш дейтін болсақ, ол мынау екен. Deep Fill дейтін. Бұның бағасы $568 болып тұр екен. Жеңілдікпен. Елде ең арзан кір жуғыш бағасы қанша болады? Комментарийға жазыңыздар. Бұлар уже қымбат түрлері мұнда қараңыздар. Мынау $1098 болады. Бұл енді осы заманауи түрдегі. Бізше айтқан кезде навороченный дейді ғой. Бұл сондай түр екен. Морозильниктер, холодильниктердің түрлері. Холодильниктің ең арзан холодильник. Бірақ салмағына, дәрежесіне байланысты, көлеміне байланысты бұлар өзгере береді. Бірақ ең арзаны 850 ғой деймін. Анада біреу көріп қалдым. Плиталар мұнда қараңыз. Но газбен 3049 дейді. Бұның қаншама қызметі бар белгілі тұр. Бұлар электрический екен. Бұның беті, мына беті өзі, Samsung'ның өзі беті ғана $698 тұрады. Ал осылай комплект асты үстімен алатын болсаңыз, $1748. Ал елде, Технодомда, Мечтамда бұлар қанша болады. Егер сіздер өз үйлеріңізге қоятын болсаңыздар. Орындық, жай ғана орындықтар. Біреуі $25 тұрады. Пламбинг дегеніміз құбыр тартуға арналған заттар мұнда. Бұл яғни душтан судар өтеді ғой, сол судың кабельдеріне арналған. Су өтуге арналған құбырлардың мұнда.
мынау мама, папа деген сияқты неше сияқты қосатындар бүгіндер. Осындай. Енді бұларда да размеріне байланысты бүкіл бар. Кез келгенін еме еркін таба аласыз. Ал бұл тазиктер не қылып деп ойлайсыз? Бұлардың да қызметі зор. Бұлар сатылады. Бұны сіз растворды егеніңізде, қандай бір затты тасыған кезде, қоқыстарыңызды шығарған кезде қолдануға болады. Құбырларыңыз размеріне байланысты. Үлкен, кіші, орташа. Адамдар осылай келіп алып өздеріне келеді. Таңда қараңыздар. Осылай келіп өздері қосып бір-біріне қайсы келетінін таңдап отырып алады. Кеттік келесі жағына. Келесі мынау. Яғни судың абажур дейміз ғой. Соларға арналғандар. Сіздің өзіңіздің талғамыңызға, өзіңіздің дәрежеңізге байланысты ең қарапайымынан ең жоғарғы дәрежесіндегін тауға болады бұнда. Мысалы қараңыздар мұнда. Мынау ас үйдің ыдыс аяғын жууға арналғандағы мысалы мынадан осылай аласыз. Бұның да неше сияқты қызметтері бар шығар. Судың ағу дәрежесіне байланысты су тамшылап ағады, напормен ағады деген сияқты. Жалюзилар. Жалюзидің түрі осылай. Так, енді басқа. Бұл ағаштардың түрлері екен. Бұл жерде қандай ағаш дегенде? Бұл ағаштардың түрлері, бірақ ағаш дегенде бұл сіздің мына молдинг дейді ғой, яғни потолокқа қоятын осылай. Және де лесенца болса, соларға арналған ағаштар мысалы. Лесенцаңыздың ұстағыштары, ені, осылай. Мына сіздің еденіңізді сызып кетпеу үшін еденнің мынаның астына осылай жабыстырып қоясыз. Сол кезде еденіңіз сызылмайтын болады. Так, айтып отырмын ғой. Кез келген кішкентай нәрсесін өзінің барлығын ойластырып болған ғой. Жуынатын бөлмеге арналған әжетханаға. Кез келген өзіңіздің таңдауыңыздарын жасауға болады. Бұл есіктердің түрі. Қараңыз, есіктер осылай. Осындай дизайн, осындай түрмен, осылай. Тағы да кез келген өзіңіздің талғамыңызға байланысты есіктерді жасатуыңызға болады, немесе алуыңызға болады. Қараңыз. Шілімен, әйнегімен, әйнегісі жоқ, әйнегі бар. Және де бұл есіктің рамымен. Стандарт, кәдімгі рамы дайын. Шурповертмен полноценный уже дайын ғой. Сіздің размеріңіз осыған сәйкес келетін болса, апарасыздағына осын салып аласыз болды. Тіпті размері келмесе, осы жерде размеріңізді айтасыз, бұлар даже істеп береді. Немесе қиып береді, бұны размеріңізге тартып. Сонымен үйіңізге апарасыз, орнатасыз болды. Есіктің кез келген түрі. Бұл ішкі есіктерге арналған, ал сыртқы үлкен анандай темір сейф есіктерге де бар. Бұл терезе. Терезенің бөлігіне келдік. Терезелердің әйнегіне байланысты да бөлініп кетеді, мысалы. Қалыңдығына, үлкендігіне байланысты мұнда. Бұл есік жағында айналып жүрміз. Бұл есіктер. Үйдің ішіне арналған есіктер. Мынау сіздің гаражыңызға арналған, яғни саймандарыңыз салуға болады. Немесе бұл сізде эстоңыз бар болса, сол эстода мысалы сайман сақтауға арналған кішкентай кабинаңыз. Дөңгелектермен ары бері жүре береді. Бұның бағасы, толық бағасы
$1698 екен. Қараңыз. Тіпті мұнда электрический неде де тұруға болады мында. Розеткасында. Бұл жағында рофинг, яғни бұл үйіңіздің төбесіне, шатырына арналған заттар. Үйіңіздің төбесін ауыстырғыңыз келсе, төбесінен су ақса, немесе төбесін жақсылап бір жылылағыңыз келсе, пожалуйста мұнда. Келіңіз да осыдан кез келген материалды таңдаңыз, кез келген сапада, кез келген дизайнда жасап аласыз. Үйіңіздің төбесі, шаңырағы биік, келгесі кең болсын. Осыған дейін спиритпен 4 немесе 5 рет ұшыппын. Барлығында кешігіп ұшқанбыз ғой, барлығында. Біреуінде бір уақытында ұшу деген жоқ. Ал басқа авиалиниялар уақытымен расписание бойынша ұшады, а бұлар болса кешігетте жүреді екен әйтеуір. Сонымен енді қазір 35 минутқа кешігіп жатыр. 35 минуттан кейін ұшып кетсек те болғайтыр. Негізі бұлардың әдеті сияқты өзі, бұлар уақытымен ұшу деген мүлдем жоқ. Үнемі кешігу. Сонан кейін бұл спириттің бағасы басқасынан қарағанда арзандау, бірақ та оған ештеңе кірмейді. Багаж, онлайн бұл билеттерін арзанға сатады. Тек қана билет, оған орындықтың ақшасы да кірмейді, багажыңыз да кірмейді, ештеңе кірмейді. Тіпті қолға алып жүретін сумканың өзіне бұлар ақша алады. Бұлай қосымша ақша алған кезде басқа авиалиниядан қарағанда бағасы мүлдем жоғары болып кетеді. Осы 4-ші рет ұшқаннан кейін бұны алмаймын деген вообще спиритпен ұшпаймын. Ал дәл бүгін спириттен басқа авиалиниялар ұшпайды екен. Олар ұшады түнде немесе бір тоқтап, екі тоқтап барады екен. А бұныкі тура рейс, және де дәл маған ыңғайлы уақыт болғаннан кейін алғам ғой. Енді амалы жоқ, күтіп тұрмыз енді. Кешіксек те аман есен ұшып жетсек болды деп. Жылылағыштар. Бұл жаман қышықтады ғой, бұны ұстақ болсаң бетті. Қышынып әкелесің мұнда. Жылылағыңыз келеді ма? Пожалуйста. Мархабат. Бұл сатының түрлері. Үйіңіздің төбесін жөндеген кезде бойыңыз жетпесе мұнда қараңыздар. Қаншама ұзын десеңізде шын сатылар. 3 метр, 5 метрге дейін жететін саттар бар. Так, саты болды. Енді бұл жағы, мұнда ағаштар. Бұл ағаштар балк. Размеріне байланысты, еніне байланысты, түріне байланысты бағасы әртүрлі болды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ каналының, қазақ мәліметтің көп болуына атсалысыңыз. Және де Америкада басқа қай жерді білгіңіз келеді, қандай тақырыпта білгіңіз келеді, комментарийға жазыңыз. Қолымнан келгенше соларды түсіруге тырысамын. Осындай бір ұшқуғы $18.98 болады. Енді осында келесіз, қандай размерінде, қандай ұзындық, қандай енді ағаш керегін айтасыз, өздері топ береді. Ал егер де ондай жоқ болса, осыны аласыздағыны кескізіп аласыз, болды. Бұлардың өздерінде ағаш кесетін аппараттың барлығы бар. Қандай размер болсын, қандай углмен болсын, қандай корнаж жасап, қандай бұрыш шығарам десеңізде де, кез келген сложный, кез келген яғни қиындықтағы дизайнмен, сапамен шығарып береді, өздері қиып жасап береді. Қараңыз. Мынау төбеге арналған мысалы. Бізде айтамыз ғой, 3-4-тің балкасы деген сияқты. Бұл жақта размерлер мүлдем басқаша жүреді. Мысалы, елде біз сантиметр, метр дейтін болсақ, бұл жақта инчи деп жүреді. Жаңеге айттым ғой, мұнда ағаш қиғызып аласыз деп. Мынау сіздің ағашыңызды қиюға арналған аппарат. Бұл жерде кез келген ағашты қиюыңызға болады. Ол үшін алатын размеріңізді айтасыз, қайсы ағаш алатыныңызды айтасыз. Осында өздері арнайы осы ағаш қиятын аппаратпен қиып береді. Сіз жай осында алыстан осылай қарап тұрасыз. Бұл аппаратқа сіздің өзіңізді жұмыстауға болмайды. Өздері қиып береді. Бағасы соның ішіне кіреді. Енді бір өте ерекше бір дизайнда өте сложный болатын болса, онда аздап сізден қосымша ақша алады, бірақ жалпылама ағашты бөліп бергендері үшін бұлар ақша алмайды. Қазақшасын білмейді екен. Көріңіздер.
Ох, мынау қанша? 3-те 4 89-да 88 доллар екен бұл. Бұл жұқас екен. А бұл қалыңы 80 доллар 28 цент. Вот мында осылай кез келгенін сіздің ойыңыздағы барлығын осыдан табасыз ғой. Платинум дейтін. Мынаның размері платинум стандарт қойдым. 43-те 35 доллар екен. Так, мынау бір қызықты көрініп тұр ғой. Что-то керегеге бұл өте қызықты көрініп тұр. Бір керегеге ұқсайтын сияқты. Біздің қазақтың үйінің керегесі болып жүрмесін. Қазір бұған шығамыз да көреміз. Мұнда айттым ғой. Бұл керегеге ұқсайды екен дизайны. Ауырақ екен. Бір қолында камера. Так, осылай түсірейінші. Мұнда кереге. Қандай керемет, е? Үйді білмейді енді олар, бірақ керегеге ұқсайтын дизайн екен. Так, ағаштың бір түрі болса, екінші түрлі ағаштар мұнда. Бұл басқа түрлі тағы. Бұл ағаш, да, бұл да ағаш. Бұлар мұнда сыртқы бассейнге арналған ағаштар екен. Қараңыз, біреуі 19,98 доллар. Бірақ бұлда строительный материалдар біраз қымбаттау бағасы. Балки. Бағасы, строительный материалдардың бағасы бұл жақта қымбат. Бірақ енді кез келгенін емен-еркін табасыз қош еркін. Ағаштардың түрі бітпейді ғой. Бұны қайда қолданады? Кім біледі? Білетіндеріңіз комментарийға жазыңыздар. Бұл үлкен осындай даска екен. Осындай ені бар. Ал бұл жағында сылаққа арналған заттар. Үйді сылайтын кезіңізде мұнда сылақтың инструменттері. Осындай сылақ жасағанға. Мынау корнер бұрыштарды сылайды ғой, осылай әдемі қылып шығаратын. Мынау сылақ цементтеріңізді, растворларыңызды езетін. Қазір бұлар цемент. Цементтің түрі енді баршылық. Барлық затты тракқа, юхолдың трагына салып, тракта апарып, қайтып самолетпен обратно артқа келдім. Мен айым және балдарымыз осы қонақ үйде. Алла қаласа бүгін осында қонып алып, ертең өзіміздің машинамен жолға шығамыз. Осында қонақ үйде жатыр олар. Ұйықтап қалған сияқты, есік ашпай жатыр. Ayım. Балдар осылай ұйықтап қапты. Біз де ұйықтап демалып, Алла қаласа ертең машинамен жолға шығамыз барлығымыз. Цементтің салмағы мұндай екен. 27-де 2 килограмм. Бағасы 14 доллар ба 97 цент. Қалай елдегімен салғастырғанда қымбат ба? Кім біледі цементтің ба? Және де мұнда бір өте керек, ғажап инструмент. Яғни Флоридада ураган көп болады ғой, жаңбыр көп болады. Үйдің барлығын су басады, үйлерін су басады. Сол кезде оны кептіру керек, құрғату керек. Сол үйді кептіруге арналған аппараттар.
түрі енді жетерлік. Осының өзін жалға аласыз, қолданып болдыңыз, әкеліңіз. Бір күнге $30 екен. Home Depot деген осы, қараңыздар мында. Үстіне қарасаңыздар барлығы жазылды. Қайсы бөлігінде қандай затты табуға болатыны. Қазір енді біз ортасына бастағанбыз, енді ортасына шетеміз. Мұнда болттар. Болты шурповерті. Размеріне байланысты шегелер. Түрі енді мұнда болтылар түріне байланысты. Ағашқа арналған, темірге арналған шурповертке болтыларды мұның. Мұнаның біреуі $2.94 тұрады. Осылай бірі даналап та сатып тұраңыздар. Мұнда шурповерттердің түрлері мұнда. Ұзындығына байланысты бөліне береді түрлері. Бұл жақта осылай аздап аласыз. Мұнда қараңыз, сізге қанша болт керек размеріне байланысты. 5-16. Ұзындығы, қысқасы, ені, кез келген болтын тауып алуыңызға болады. Шурповерттер осылай. Ал бұл жағында азғантай мөлшерде аласыз. Ал бұл жағы уже солардың үлкен, мысалы, бір коробкасының қолында мынау 182 штук ішінде бар екен. Қараңыз. Бір 2.54 сантиметрдің болттары. Мынандай үлкен, мысалы бір жұмыс істеп жаттыңыз, сізге қажет болып қалды. Бір үш штук қана керек. Қайдан табарыңызды білмейсіз ба? Келіңіз Home Depotқа. Кез келген табасыз. Мұнда тростардың түрін қарасаңыздаршы, қандай. Еще мұнау сырты қапталған екен. Мұнау сырты қолды кеспеуге арналған, қараңыздаршы мұнда. Сырты қапталған осылай. Телефонмен көріп, камерамен көрінеді ме білмеймін. Бірақ та қолмен мұнда жылтыр қағаз сияқты қаптақ болған. Қолды тілмеу үшін, кеспеу үшін. Бұл Америкада қауіпсіздік жағын енді өте жақсы сақтайды, өте жақсы. Мұнда мынау көрінетін шығар, енді қаптақ болған. Ұстағанға да ыңғайлы, қауіпсіз. Шынжырлармен бұл қапталмаған. Мұнда қолғаптар шынжырлары ұстауға арналған деп. Құлыптар, құлыптың түрі. Бұл жағы, яғни дрелдер. Дрел, ондай тулбокс деп айтады бұны. Бұны құлыппен ашасыз осылай. Осылай кез келген өзіңіздің инструменттеріңізді сақтауға болады. Бұл гаражда сіздің инструменттеріңізді салып сақтағанға өте ыңғайлы, күшті инструмент сақтайтын коробкалар осылай. Мұнда сіздің кілттердің түрлері. Мысалы, мұнау 43-те $97 тұрады екен. Таңғы асымызға келдік барлығымыз. Біздің осылай. Әли, Айша, Амира. Қалай таңғы асы ұнап жатыр ма? Иә. Толды, толтырып алып қойды. Әли, қалай екен таңғы асы? Ұнады ма? Айша. Айлина, таңғы асыңыз қалай? Ұнап жатыр ма? Иә. Қазір осылай таңғы асымыз шығып ап, Алла қаласа жолға шығамыз. Иә, мұнаның арғы жағында үлкен залы бар екен, ода ремонт болғандықтан осындай кішкентай залда. Бірақ мұның менюі енді өте жақсы. Менюлары осындай жақсы, көптеген заттар бар екен. Бұл котлеттері еще котлет қайда. Бұл котлеті шошқаны қосылмаған екен. Осымен Марриоттың таңғасы енді жақсақ. Амира.
кілттердің түрлері мында. Кілттер бұнда екі түрлімен жүреді. Біреуі елдегі сияқты мында 17, 15-тікі, 15, 13, 14 деген сияқты. Ал екінші бір кілттері американский өлшеммен жүреді. Қараңыздар. 3-те 4-тікі мында. 11-де 6-нікі, 11-де 16, 5-те 8 мында. Көріп тұрсыздар ма? Осылай размерлері әртүрлі болады. Мында кілттеріміз. Бұл енді шегелерді суыруға арналған инструменттер. 36. Мына шегенің қаншалықты үлкенге дейін суыруға болатынын жазып қойған. Балғалар, балталар. Ағаш сапты, темір сапты, темір басты, ағаш басты мында. Сол мынау мезлет. Отверткалардың түрлері. Қайшы пышақ. Мында левел. Уровень тексерудің даже электрический түр бар ғой. Мынау мысалы электрический мында қараңыз. Мына жаңа декен, ана левел. Түрі жетерлік. Мынау метрлар. Метр бұл жақта фитпен жүреді. Мысалы, біреуін көрсетейін сіздерге мұнда. Мұнда фит. Елдегі сияқты 1 метр, 2 метр деп жүрмейді. Фит деп. Фитпен жүреді. Бұл жақта балға тістеук. Бұлар инструменттеріңізді салып, сөйлетіп алып жүруге арналған сумкалар осылай. Сіз егер жұмысыңыз басқа қалаларда істейтін болсаңыз, осылай инструменттеріңізді сабаласта өзіңізбен бірге алып жүргенге өте ыңғайлы сумкалар бұлар. Бұнда дрелдің түрлері. Дрелдің енді қаншама түрлері бар. Бұл жоқ. Бұлар ағаш кесуге арналған аппараттардың түрлері. Жаңа қолданысқа жоқтарында. Қолданылмағаны сатып алатын десеңіз. Мысалы, мынау бағасы $599 екен. Мынау енді дрелдің түрлері, қараңыздар. Қаншама дрелдер бар. Кез келген дрелдер. Үй салатын болсаңыз, осы Home Depotқа кеп, тағаннан бастап басына дейін керемет үй салып алуыңызға мүмкіндік болады. Бағасы сатып алғаннан қарағанда сәл арзандау шығады, бірақ мұнда барлығымыз осы Olive Gardenға келдік. Жолда тамағымызды ішіп ап. Али! Осылай тамағымызды ішіп ап, қазір үйге бар. Алла қаласа үйдің түтін аламыз. Жолға шықсам болды. Olive Garden'нен тамақ ішем. Сонымен қазір бұларды да көрсін деп. Қайша, Амира әлі ішіп жатыр. Али, қалай? Ұнады ма тамақ? Осылай 6 адамға первый, второй мен нан, басқа салаттармен бар жоғы шықты. $72 67 цент. Америкадағы жақсы ресторандардың бірі. Егер мысалы біз өзбекский немесе басқа ресторандарға баратын болсақ, ең азы 150 шығатын еді. Ал мұнда бір есе арзан. Ары қарай жолға аттанамыз. Қазір маған бір пейнт керек. Бұл енді краска дейміз ғой, пейнт дегеніміз краска. Красканың 100 түрі бар. Қараңыздар, мынаның барлығы краска. Мысалы, ақ түстен 30-40 түрі бар шығар. Көп болмаса аз емес. Соның барлығында фирмасына, өздерінің брендіне, өзінің кодына байланысты өңдер болады. Сол кодбен ғана келіп алу керексің. Ал егер алатын өңнің кодын білмесең, кеп магазинге кеп, маған ақ түс керек, маған қара түс керек деп ала алмайсыз. Ол 100% сәйкес келмеу әбден мүмкін. Қазір мен маған ақ түс керек, үйдің есіктерін ақ, соны бояйым, қазір ақ түсін алатын боламыз. Мен ана тұрып жатқан үйдің
менеджменттен ақ түстің кодын алғам, сұрап. Сол код бойынша красканы аламыз қазір. I wanted to buy 2 colors. One is to paint. One is yellow. Okay. The second one is white. Just pure white? No. Second one is. Okay. Осылай кодпен қазір мен екі өң алам. Біреуі үйдің есіктері ақ, екіншісі сарғыштау. Сол екеуінің кодын көрсеттім осылай. Енді маған дайындап береді. For the white. Бояуларымды әкеп дайындап жатыр, оны кодын терген. Дайындап ана аппаратқа енді қандай кодын теріп ана бояуды құяды ана. Сол кезде сол код бойынша бояу тура сондай болып шығады. Міне құйылып жатқан көрініп тұр сіздерге. Камерамен жетіп көрінбей қалуы мүмкін, бірақ маған көрініп тұр. Жоқ құйып болды. Үй салатын болсаңыздар, Америкада, пожалуйста, инструменттеріңіз дайын, материалдарыңыздың барлығы дайын. Осы Home Depot'тан барлығы табасыздар. Іздегеннің алдыңнан тілемей ақ табылар деп. Осындай екі краска сатып алдым. Бұл кодмен байланысты. I'm sorry? They're not the same, you know that, right? Yeah. Not same, different color too. Yeah. 58.81. Осындай екі түрлі бояу алдым. Біреуі сарғыштау, біреуі ақ. Email керек жоқ. Thank you, have a good evening. Thank you very much. Have a good one. You too, baby. 58'де $81 болды. Осымен Home Depot'тағы төр аяқталды. Әр қазағым үйлі болсын. Үйлі болғанда керемет үйлі болсын. Коттеджді, оның керегесі кең, шаңырағы биік. Іші тек жанға толып, сырты машинаға толсын. Және де лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ұнаса ұнағанын, ұнамаса ұнамағанды білдіріп, каналды қолдап, дамытуға атсалысыңыздар. Сәттілік.